Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Айша Бибаев мектеп радиосы және арнайы репортаж айдары. Бүгін қаңтар айының 18 жұлдызында білім, инновация және білім орда халықаралық қоғамдық қорларының ұйымдастыруымен рухани жаңғыру бағдарламасының аясында көңілді тапқырлар лигасы ұйымдастырылуда. Егер мына кубокты кім иеленетіндігін, ойынның барысын және де ойыннан тыс болып жатқан қызықтарды тамашалағыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Мен тараздық мұңылып мың тілген келіп тұрмыз сахнаға КТЛ-ден. Ұнағанда приколдар біз қуанып шабыт алдық әрдайым сіздерден. Көне қала Тараздың тарихындай, әзілдер көп финалға баратындай. Ару қала Астана шаһарында, сұлуларымыз КТЛ-ді жаратындай. Ойын барысында қатысушыларымыздан ең мықты бәсекелес топтың кім екендігін сұрап көріп едік. Қыз-жігіттеріміз біраз қымсынып, жауаптан қашқақтады. Оны әлі шешу білмейміз әлі. Әр командаларда мықты. Біздер де бірінші орын алуға тырысамыз. Негізі барлық командада мықты деп ойлаймыз біз. Нақты қарсыластар жоқ, барлығы үлкен дайындықпен келген. Жігіттерді қарау, жігіттерді қыздарда барлығы үлкен дайындықпен келген. Қарап отырып дайындықта біз көп былай көңіліміз көтеріп, жаңа балалардың күлкілеріне барлығына неттік. Сөйтіп таң қалдық та. Нақты бір бау жоқ, барлығы дайын, барлығы үлкен керемет. Бүгінгі сайыста 4 командада өте жоғары дәреже дайындалып келген. Бізге бәсекелес барлық қатысушылар деп айтуға болады. Енді ішінде бірінен бір өткен мықты қатысушылар. Енді дәл ойынның алдында бұлай кесіп айтпай-ақ қояйық. Енді ойынның соңында дегенмен де біздің тілшілеріміз өз дегендеріне жетіп, сұрақтың нақты жауабын ала алды. Сонымен ең мықты бәсекелес Қызылорда. Қарсыластар Қарағанды, Тараз, соларды айтсақ болады. Тараз қыз. Жоқ. Астана деш, бірақ Астана жыртып кетті ғой. Жоқ, олардың команданың аты басқаша ғой. Қай қала? Мөлдір күлес. Мөлдір күлес. Ең қатты қарсылас біз үшін Қызылорда сияқты. Бәсекелес Тараз. Барлық қатысушылар деп айтуға болады. Енді Не тамақ істейді? Тост, пудинг жасайды, картошка фри бәрін жасайды. Свежий тамақ жейтін болдық дейсің ғой? Сен көп сөйлемей отыршы, нан жеп. 2, 3, тірке сақ жетсеңіз олар бірдегі атқа, жаңа тыңғандарға туғида. Сөйтсің, көрініп болмайтын. Жиналыңыз. Ән жақпады ма сендерге? Онда тақпақ. Тақпақ. Я тақпақ. Тақпақ. Я тақпақ. Тақпақ. Бергендес, айналайын, біреудің арқасынан мінерде ең алдымен салмағы өлшеп барып мінер. Жеңімпаздардың қанжығасына байланатын ақшалай сыйақыны неге жұмсайды екен? Лицейімізде, қайырымдылыққа. Бірінші бұны ұтыласақ негізі, бірақ ойымыздандай Астанаға апаратын жол ғой үшін. Ақшаға сояққа кетіледі. Бірақ мектепке точно бермейміз. Өзімізге жол керек қой Астанаға. Сол мектептің қасында жиналып, осы жаққа келіп тұрсыздар. Мектепке рахмет, бірақ бізді Шымкент қаласына мына жаққа өткізген ұйымдастырушылар. Және білім орда халықаралық қоғамдық қорларына қарасты білім беру ұйымдары оқушылардың арасында өткен көңілді тапқырлар лигасының екінші кезеңінде үздік капитан атағымен Тоқберген Тоқжан марапатталды. Және білім орда халықаралық қоғамдық қорларына қарасты білім беру ұйымдары оқушылар арасында өткен көңілді тапқырлар лигасының екінші кезеңінде үздік диджей атағымен Құдайберген Дастан Ақтөбе биыл командасы. Көңілді тапқырлар лигасы ойынның тартысты болғандығы соншалық ойыншыларымыз өз топтары үшін батыл қадамға да барды. Одан бұрын негізі кәдімгідей болды, мен шашпен ойнайтын едім, сосын айтты.
кеттік шашты алайық деді, жарайды дедік. Онсыз да шаштың біраз уақыт болды, шаш алмаған, сосын ойладым, жарайды алайын, жаңарайын. Басында айтты маған қиттет, еме айтам, өтірет бар шешесі алып сағанда, короче, ема шок болды. Неге, не үшін, бір квен үшін шашын алыпса, осы команда үшін деген бірлік деп. Команда үшін алатын едім, мысалы, бірінші орынға претендент болсақ, біз мен алатын едім. Екінші орын иеленген Таразылдар. Әрине ризамыз енді әр жаңа неде жарыста өзінің жеңіскерлері болады, яғни жеңімпаздар болады. Және де біз ешқандай өкінбейміз екінші орын алғанымызға. Біз дайындалдық, өзіміздің өнерімізді барынша салдық, елді күлдірдік, өзімізге ырзамыз. Қыздардың приколы ұзын оқымай қойып, диплом рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында халықаралық қоғамдық қорларына қарасты білім беру ұйымдары оқушыларының арасында өткен көңілді тапқырлар лигасының екінші кезеңінде бірінші орын иеленген Қызылорда ұлдар марапатталады. Барлығы күтілген нәрселердің бәрі болды. Өте керемет сезімдеміз. В общем, негізі біздің командада біреу үздік бірдеңе алама, номинация алады деп ойлағанбыз, бірақ ол болмады. Кім екен айтшы Содан да негізі осы ойынға арзамыз. Күтел жасай берсін. Негізі біз осы екінші кезең бірінші кезеңдерге қарағанда тартысты өтті. Өйткені барлық үш сайыста да әр команда әртүрлі қырларынан көрінді. Ең бірінші сәлемдесу, яғни мұнда көбісіне 7-8 деген секілді балдар қойды, ал бізге 6-7 деген секілді балдар қойды. Сондықтан біз осы кезде кішкене өзіміз қобалжып, өзімізді ұстай алмай қалдық. Сәлемдесу шамалы аз беріп қалды. Сәлемдесу шамалы аз берілді енді. Яғни жалпы барлық команданың ойын дайындығы өте керемет. Енді жеңілгендердің көбісі негізі соңғы ойында 3 бәсеке команда болды. Бірін-бірімен кішігірім ғана профессионализммен ғана неғаншар. Сосын кейбір командалардың астқа түсуінің ең үлкен себебі саясатқа кіріп кетті. Ережеде белгіленген ғой. Мүмкін ойынның тағдырын сол нәрсе шешіп өзгерті деп ойлаймын. Жалпы ойынның дайындығы несі керемет? Жалпы енді ұпай санау әрқашан ең қиыны жалпы кезеңді, бұндай кезеңдегі. Бірақ бұл жерде енді ұпай әр енің кезеңінде беріліп тұрды ғой. Әр сайыстың кезеңінде берілгеннен кейін соңында жиналған ұпайды есептедік, соны ғана шығардық. Ұпай бергенде әрине, ұпай бергендегі ең басты мақсат командалардың дайындығы, артистизм дейді ғой, айтқан кезде жақсы өздерін артистік жағынан көрсете білуі, одан қалды тақырыпты дұрыс ашуы, сол жағы мысалы. Бүгінгі сайыстағы ең есте қалған әзіл ширатудағы Тараз қыздардың жауабы ұлдар лицейіне. Короче, әңгіме қош осыларға, давай поженимшаға 18 жастан кейін бірақ қабылдайдық. Ең ұнаған есте қалған әзіл. Білім Орда білім инновация халықаралық қоғамдық қорының білім беру ұйымдарында рухани жаңғыру бағдарламасының аясында киелі Тараз өңірінде қаңтар айының 18 жұлдызында көңілді тапқырлар лигасының екінші кезеңі ұйымдастырылды. Жалпы ойын 3 кезеңнен тұрды, яғни сәлемдесу, ширату және де үй тапсырмасы.
Ойын барысы қызықты әрі тартысты болды. Көңілді тапқырлар лигасының өткізілу тәртібі бойынша әр ойында адамның жеке ар-намысына тиетін және ұлтына, діни конфессияларға, саясатқа, мемлекет президенттеріне қатысты әзіл айтуға тыйым салынады және оқушылар сахна мәдениетін сақтау қажет. Әдеп, тәртіп, этикаға жат, лас, анайы және бұзық көрініс әзілдері көрсетілген және айтылған жағдайда ұпайлар шегерленетін болады деп көрсетілген. Алайда кейбір топтардың әзілдері өткізілу тәртібіне сай келмеді. Атап айтар болсақ, сәлемдесу кезеңінде мүдіркулі және бірдеңе топтары саясат шеңберінде әзіл айтса, көңілді қытырлақтар мен дүниеге ерекше келгендер топтары сахна мәдениетіне сай емес, анайы әзілдер көрсетті. Ойынға қатысушы топтар көрермендердің 90% мектеп оқушылар екенін ұмытқан секілді. Жай ғана әзілдейміз деп көпшілікке күмән тудырар ойлар салды деп ойлаймыз. Болған кемшіліктердің барлығын көңілді тапқырлар лигасына қатысушы ойыншылардың ерекше талпынысы мен көрерменнің ыстық ықыласы басып кетті. Алдағы уақытта осындай қоғамдық мәдени іс-шаралар ұйымдастырылып тұрса, нұр үстіне нұр болар еді. Ал енді келесі кезекті қатысушыларымыздың ізгі лебіздеріне береміз. Сіздермен бірге болған Айша Бибаева мектеп радиосы, арнайы репортаж және Төленбек Еркежан. Жоқ, басқа командалардың ойыншыларымен келіспеушілік болған жоқ. Себебі ол командалар былайша айтқанда басқа қаладан деген аты ғана болмаса, бәріміз бір қазақтың баласымыз, бірімізге бауырмыз, сондықтан да былайша айтқанда ешқандай келіспеушілік, ұрыс керіс ештеңе болған жоқ. Көрермендер, бүгінгі біздің көңілді тапқырлар лигасы өте керемет өтті. Дәрежесі өте жоғары болды. Қыздарымыз ең керемет көрсеткіштерін көрсетіп, бүгінгі жарысы додамызда ең күшті номинацияны алып, орын алып ие болды. Соған қатты қуанамыз. Келесі жылы бұдан да күшті дәрежелерде профессионалды болып ойнаймыз. Көп рахмет. Басқа сәттілік тілейміз бәріне. Бәрі жақсы болсын, зор денсаулық, ең басты жеңіс болды. Рахмет. Әрқашанда біріншіден командаларға сәттілік, ал қорларымызға біздің алға тек Қазақстан көтеріп жүре берейік. Құрметті білім орда және білім инновация халықаралық қоғамдық қорларының басшылығына айтар алғысымыз өте шексіз. Себебі осыншама барынша республикада 37 лицейдің және көптеген Сүлейман Демирел колледжінің, біздің Тараздағы Жамбыл экономика колледжінің басын қосып, осындай ірі іс-шара ұйымдастырып отқан үшін өте үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі жеңісте ең мықты команда жеңіске жетеді деген ойдамыз. Жалпы не болса да біз бүгін өте қуаныштымыз, ешқашан мойымаймыз, яғни бүгін өте мерекелі күн болды деп айталам. Себебі біз өзіміздің лицейіміздің бүгін, яғни әділетсіз болса да, бірақ біз өзіміздің лицейімізге бір орынды сыйлай білдік. Біздің ең басты тілейтініміз бүгін ойынды достойно бәрі алып шығу.